Ар бодауы. Қысқа қияқ мұртты қарасы алмасқа ұстаған кездіктей өткір, байғара жиегі зерлі кесенің бетін алақанымен жапты. Бәйбіше, қарлығаның үкісін тұрғызыңдар, деді. Ерте болар деймін. Сандырақтама. Бәйбіше тұтығып қалды. Әлі ішінде бұрқанып жатқан қимастығы көз жасы болып сорғалаған. Сол күні боз биенің сүтіне шомылдырып, бұлықсытып өсірген қарлығаның әсем басындағы жантайып жатқан үкінің үлпершек қауырсына тұрғызылды. Бал барқытпен тысталған ал күрең тақиясындағы үкіні тіктеп, қайта тігіп жатқан ана қолының діріліне қарап, қарлыға қатты қысылды. Бір қызарып, бір қуарды. Бұл енді осы үйдің бой жеткен қызы бар. Құдалыққа есігіміз ашық, келген қонақ болса, көзін тыйсын деген жоралғы ет. Қарлығаның үкісін тұрғызыпты. Байғараның өрісі кеңеймек. Айналасы аптаға жетпейтін уақытта байғараның 6 қанат ақабоз үйін ат байлағандар қарасы артты. Құдалықтан үміткерлердің арасында кімдер жоқ дейсің? Табақтай бетіне сараң сызықтай көз біткен иіс, алмас бордақлар, аяқ асты дәулет дарған қушық шеке, шүңірек көз смақайлар, бір қарағанда сабаз көрінетін самырсының шайырындай былжырақтар. Арасында арғы атасын бақ пен дәулет қатар қонған қара көктің тұқымдары да кездесіп жатты. Бірақ осының бәрінде қыз әкесі өзінен басқа ешкімге билік салған жоқ. Әсіресе жеңге отауында қыстығып жылаған қарлыға мен көзі жасаурап қымыз сапырып отырған бәйбішеге пысқырып та қарамады. Ең соңында жақында ғана жарық айтқан 40-тың асуындағы қырма сақал байбараққа сөз берді. Дәл сол күні әке кесіміне ерегескен қарлыға ерулеп жатқан күйеуден өш алғандай осы ауылдың отымен кіріп суымен шығып жүретін өзі құралпы мүләйім ғана боз баламен ат қосарлап бел асты. Таң саз бере қап деп қара басқан әулет ұлардай шулады. Тек байғара ғана саспаған. Үкі тұрғызардан бұрын қыз менің аманатым еді. Енді сенікі. Тулап ренжетіндей қалың айдатқызып, құйрық бауыр асатып үлгермедік. Қуып жетіп, қайырып алам десең қарсылығым жоқ. Келген ізіммен аттың тізгінін кері бұрам десең өз еркің. Өңі қабарып, орнынан атып тұрған күйеу атының жалына жармасты. Қалай бет алды? Итім біліп пе? Не де болса сабаз екен. Иені түспей кетті. Сол күні қызыл іңірде қалыңдық пен үзеңгі түйістірген күйеу байғараның шаңырағына тоқтады. Енді не болар екен деген сөзі бар өсек терген жұртты байғара жігіттері дүрк үркітіп үйге маңайлатпады. Ал ертесі ашық ауыз жеңгелер өз қызы қашқандай түнімен дөңбекшіп ұйықтай алмай шыққан ауыл қатындарының құлақ құрышын былай қандырды. Алдынан орап шыққан аты жүйрік, түрі сұсты күйеуді көрген ана сорлы қалыңдықтан бұрын аттан секіріп түсіп ағашқа өрмелеп кеткен. Байбарақ тиіспеймін деп ант су ішсе де, байғұс бала жерге түсуге жүрегі дауламапты. О сорлы жазған-ай, қорқары бар қосты неге тонады екен? Сол жылы күзде кесімді 9-ын төлеген күйеу ұрын келген. Қалыңдық ойнауға. Бозала таңға дейін боз үйде шағи көрпенің шаңын қаққан күйеуден пәктік хақын алуға келген жеңгелер сазырайған байбарақты дақсыз жайманы көріп тұра қашты. Көршіден жүгіріп шыққан күйеу жолдас қылпылдаған кездікпен байбарақтың атының қарнын есіп салды. Шыңғырған бейкүнә жылқының құлында қылын даусы тұтас ауылды аяғынан тік тұрғызған. Бұл біздің абыройымыз айрандай болды
дегенді білдіретін ескі бір рақымсыз жосын еді. Алты қанат үйінің төрінде белге ұрған жыландай бүк түсіп, иретіліп қалған байғара араға уақыт салып, өзіне келгесін жалғыз қызына аршаның қою дәнін қайнатып ішкізді де, сол маңдағы кемпірі өлген шалдың босағасына той-томалақсыз ұзатып жіберді. Сертке берік, салтқа мұрит қыз әкесі селк еткен жоқ. Ай далада ағашқа өрмелеп кеткен қоян жүрек бозбала болса, сол беті дерексіз кеткен. Айға қараса ай ұялған, күнге қараса күн ұялған қарлыға сұлу, солайынша қатын жемір, қытымыр шалдың босағасында майлық сулығы болып жүріп, арша күйдірген жатыры қуарып, ұрпақсыз өтті. Ғалымбек Елубай. Шағын ғана әңгімеде салт дәстүр, әдет ғұрып, әдет тәрбие қатар ұштасқан екен. Ғалымбек Елубай 2024 жылдың 6 қаңтарында дүниеден өтті.